қоректің бәрін анасынан алады. Ода жетіспеген кальций балада қайдан болсын? Балалардағы дисплазия, яғни ұршықтың дамымауы. Бұл неден пайда болады? Және оның алдын қалай алуға болады? Тіпті сізде ұршық дамымаған кезде оның қандай шешімдері бар? Осы туралы айтамыз. Сіз лайк басып, комментарий қалдырыңыз. WhatsApp-тағы чаттарыңызға осы видеомен бөлісіп қойыңыздар. Баладағы ұршықтың дамымауы, оның негізгі белгілері қандай? Үй жағдайында сіз өзіңіз ол туралы біле аласыз ба? Қалай анықтауға болады? Енді егер сіздің балаңызда ұршықтың дамымауына күмәнданатын болсаңыз, баланы бірінші кезекте ішімен жатқызасыз да, мына борбай астындағы, тізенің артындағы линияларды, яғни сызықтарды сол жердегі бір-бірімен симметриялығын анықтайсыз. Симметриялы дегеніміз борбай астындағы сызықтар және тізе артындағы сызықтар бір-біріне сәйкес келіп тұру керек. Егер сізде асимметрия болып, сәйкестік болмаса, сіздің балаңызда скорее всего дисплазия бар. Екінші анықтайтын нәрсеңіз, баланы шалқасынан жатқызып, аяғын тік созған кезде табан сүйектерінің бір-бірімен асимметриясы. Бұл да бізде дисплазияның негізгі белгілерінің бірі болып табылады. Және де қалай анықтауға болады ары қарай? Егер сіздің балаңыз 3 айлық, 4 айлық мерзімінде қолтығынан тіреп, жерге немесе төсек үстіне тұрғызған кезде аяғын тік тіремейтін болса, сіздің балаңызда дисплазия болуы мүмкін. Осы белгілер егер сізде пайда болса, міндетті түрде дәрігердің кеңесін алыңыз, ортопедке көрсетіңіз, және де ары қарай соның шешімін табатын жолға қарай бағытталыңыз. Баладағы дисплазия ненің әсерінен пайда болады? Бұл кезекте айтатын болсақ, бірінші нәрсе ол жүктілік кезінде анасының организмінде кальцийдің жетіспеуі. Бала іште жатқан кезде қоректің бәрін анасынан алады. Ода жетіспеген кальций балада қайдан болсын? Осының салдары бізде дисплазияға алып келуі мүмкін. Сол себепті жүкті кезде өзіңіздің ағзаңыздағы кальций қорын, кальций деңгейін міндетті түрде анықтап жүргеніңіз дұрыс. Екінші нәрсе ол баланың организмінде туылғаннан кейін кальций мен D3-дің жетіспеушілігі. Себебі біз әрдайым айтып жүрміз, D3 кальцийдің сіңірілуіне әсер етеді. Яғни сіздің балаңызда D3 жетіспей жатса, тағамнан түскен, сіздің сүтіңізден түскен кальций баланың ағзасына қайдан сіңіріле қойсын? Бұл нәрсеге назар аудару керек. Үшінші нәрсе, бұл көп жағдайда бала туылғаннан кейін баланы сіз әрдайым шомылдырып отырасыз ғой. Дәл шомылдырғаннан кейін сіз бала денесін майлап, онымен 10-15 минуттық гимнастикалық жаттығулар жасамауыңыз. Сіз балаңыз әлсіз, кішкентай деп балаңызды аяуыңыз мүмкін. Бірақ әрдайым баланы шомылдырғаннан кейін денесін майлап, міндетті түрде мына жамбас буын сүйектерінің қозғалысына келтіретін жаттығулар жасауыңыз керек. Ол қандай? Тізе буынын сыртқа қарай бүгу, ішке қарай айналдыру, тізе буынында аяқты созу, ішке қарай қайтадан жиыру, осы секілді қимыл қозғалыстардың барлығын сіз жасайтын болсаңыз, именно ұршық жамбас сүйегіне кіретін жердегі қозғалыс ұршықтың дамуын жылдамдатады. Яғни сіздің балаңызда дисплазия болған күннің өзінде оның жақсы болып жазылып, тез жетіліп кетуіне әлде қайда жағдай жасайтын боласыз. Жарайды, бұның барлығын сіз жасаған жоқсыз, бұл нәрсенің барлығын осы видеоға шейін білген жоқсыз. Сіздің балаңызда дисплазия бар екен, оны анықтап қойдыңыз. Ары қарай не істеу керек? Ары қарай сіз курс массаж аласыз, D3 кальцийді қалпына келтіресіз, баламен көп серуендейсіз, таза ауаға шығасыз, күннің сәулесіне шығарасыз баланы, және де бала қозғалыста көбірек болу керек. Яғни сіз өзіңіз де ол баланы қозғалысқа, аяқ қолының ширақтығына жағдай жасауыңыз керек. Осы тарапта айта кетейін, дисплазияны анықтаудың ең тиімді жолы ол бізде ультрадыбыстық зерттеу. Осы уақытқа шейін қаншама адамдар, қаншама аналар, тіпті қаншама дәрігерлер дисплазияны анықтауға рентгенге жіберіп жатыр. Жамбас сүйегін рентгенге түсіріп келіңіз, дисплазияны көрейік деген секілді. Бірақ мен сіздерге айтайын, рентгеннен гөрі ультрадыбыстық зерттеу, яғни УЗИ, жамбас буындарының УЗИі сізге информацияны көбірек береді. Сол себепті, егер сіздің балаңызда дисплазияға күдіктенсеңіз, рентген емес, УЗИ түскеніңіз дұрыс. Және де ол түсіп алғаннан кейін оның заключениесін алып, оның түйіндемесін алып, кімге көрсетесіз? Ортопед дәрігерге, хирург дәрігерге көрсетіп, солардың кеңесін алу арқылы ғана массажға барыңыз. Қазір көп массажистер, көп массаж мамандары снимокты оқимыз, өзіміз дисплазияны қоямыз деген сияқты нәрсе айтып жүр. Қазақта сөз бар: шымшық сойса да қазапшы сойсын дейді.
Сол себепті дисплазиямен айналысатын нақты маман хирург ортопед па? Хирург ортопед сізге диагноз қойып, қанша курс массаж алу керек, қандай препаратпен электрофорез жасау керек, балаға тағы қандай жаттығулар жасау керек, соның шешімін айтсын. Әрдайым балаңызды дұрыс бағытта емдеңіз, балаңызды кімге көрсету керек екенін біліп жүріңіз. Видео пайдалы болса лайк басыңыз, астына комментарий қалдырыңыз. Менің каналыма міндетті түрде жазылып алыңыз. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы видеолар, бұдан да пайдалы ақпараттарды дәл осы каналдан табатын боласыз.